Құрметті көрермен, біз арнамызда конституциялық реформаны талқылауды жалғастырамыз. Студиямыздың бүгінгі қонағы мәжіліс депутаты, конституциялық комиссия мүшесі Максим Рожин мырза. Максим мырза, кеш жарық, қош келдіңіз студиямызға. Енді бірден сұхбатымызға көшейік. Комиссия отырысында халық кеңесінің мәртебесін күшейтуді, енді мен сіздің сөзіңізді оқып берсем деп отырмын. Атап айтқанда кеңеске заң, ішкі саясат, референдум өткізу бойынша ұсыныс жасау мүмкіндігін беруді ұсындыңыз, Енді осы ұсынысыңызды бір тарқатып айтып берсеңіз, мән маңызына тоқталсаңыз, және тағы бір қосымша сұрақ туындайды. Енді бұл кеңестің қызметі құрылтайдың функцияларына ұқсап кетпей ме деген сауал. Жалпы бір нәрсеге тоқтау керек. Біз осы жылдар бойы елімізде делиберативті демократия әдісімен, яғни көпшіліктің талқылауының нәтижесінде шыққан бір шешімдерге негіздеп үлкен өзгерістерді алып келуге жұмыс жасап келдік. Оның жақсы мысалы ұлттық кеңес болды. Ұлттық кеңес артынан бірінші конституциялық реформаға ұласты. Нәтижесінде ұлттық кеңестің нәтижесінде жалпы азаматтардың ұсынысы нәтижесінде елімізде біраз қордаланып қалған мәселелер шешілген болатын. Біраз мәселе заңға ұласты, яғни көптеген заңдар қабылдады. Одан кейін ұлттық кеңес білесіз құрылтай деген консультативті кеңесші органға ұласты. Құрылтайдың өзінде жалпы келген ұсыныстардың арқасында, азаматтардың берген ұсыныстар арқасында елімізде 26-ға жуық заң қабылданды. Оны қазір біздің парламентте қаралу үстінде қабылданады, Құдай қаласа. Енді осы екі жақсы консультативті кеңесші институттың тәжірибесін алып, соған жалпы әлемдік тәжірибені қосып, біз жалпы президенттің ойын қалай түсінуіміз керек? Президенттің ұсынғаны халықтық кеңес. Халықтық кеңес бұл конституциялық орган. Біраз функцияға ие болатын болады. Біраз оның функциясы осы құрылтаймен ұлттық ассамблеяның функциясын жалғастырады деген ұсыныс болды. Яғни бұл жерде көп азамат мына халықтық кеңестің заң ұсыну функциясына сұрақ қойып отыр, бұл қайталамай ма деген құрылтайда. Бұл жерде бір нәрсені түсіну керек, бұл жерде негізгі сөз ұсыну. Құрылтай ол мемлекеттік орган, биліктің бір тармағы, заң қабылдаушы орган, ол заңды қабылдайды. Яғни келген заңды сұраптайды, конституцияның жобасын өздеріңіз көрдіңіздер. Ол жерде 3 оқылымнан кейін сол заң президенттің қолына жіберіледі және қабылданады. Ал халықтық кеңес ол заңды тек қана ұсынады. Яғни бұл халықтық кеңес деген қарапайым тілмен айтқанда қандай орган болады? Ол жерге үлкен кең өкілеттілік беріледі. Өңірлерден, мемлекеттік емес ұйымдардан, біздің этностардан уәкілдер болады. Сол уәкілдер арқылы азаматтар өздерінің ұсыныстарын беретін болады, және алдағы уақытта ол ұсыныс егер шынымен де елдің өміріне аса маңызды өзгеріс алып келетін болса, оны ұлттық халықтық кеңес құрылтайға заң ретінде ұсынатын болады. Айырмашылық осы. Құрылтай қабылдайды, халықтық кеңес ұсынушы тарап, Енді осыған қатысты бір тағы сауал, халық кеңестің мәртебесін күшейту, бұл әлемдегі бір озық тәжірибе деп айтқаныңыз тағы бар. Нақты қай мемлекеттердің модельдерін, тәжірибесін зерделеп көрдіңіздер? Шетелдік тәжірибе турасында. Жалпы, егер нақтылайтын болсақ, әлемде осындай тәжірибелер өте көп, олар қайдан туындады? Көп жағдайда әлемдегі мемлекеттерде бұндай жағдайлар үлкен дағдарыстардан кейін, түрлі келеңсіздіктерден кейін орын алған дүние. Мысалға, Исландия елін алатын болсақ, Исландияда азаматтардың кеңесі бар. Азаматтарды түрлі жалпы мәселелерге қатысты мемлекеттік ұйымдардың өкілдерін, түрлі жыныстағы, түрлі жастағы азаматтарды жинап, белгілі бір процестерге қатысты, белгілі бір мәселелерге қатысты сол азаматтардың пікірін сұрап шығады. Яғни олар сол азаматтық кеңесте сол пікірді беріп, мемлекетке белгілі бір модельді ұсынады. Яғни біздің көзқарасымызша пәлен мәселе осылай шешілу керек деген сияқты. Және бұл сол жаңағы мен айтқан делиберативті демократияның бір мысалы.
Дәл сондай мысал Исландияда да бар. Мысалға дәл сондай мысал Францияда да бар. ЦЕС деген үлкен ұйым бар. Консультативті кеңесші ұйым. Жалпы ол жерге экономистер, экологтар, түрлі мемлекеттік емес ұйымдар кіреді. Ол жаңағы Франциядағы ұйымның ерекшелігі көптеген заңдар қабылданар алдында және қабылдағаннан кейін сол ұйымның белгілі бір сарапшы сүзгісінен өтеді. Яғни сарапшылар қарап, бұл заң ертең қабылданған кезде азаматтардың өміріне қалай әсер етеді, қабылданғаннан кейін қалай әсер етті деген баға алады. Яғни осындай ұйымдардың әлемде бары, бұл біздің елдегі сонымен қатар ассамблеяның бар екені, осы уақытқа дейін құрылтайдың жұмыс істеп келгені, оның алдында ұлттық кеңестің жұмыс істегені, бұл модельдің билік пен қоғам арасындағы диалогты орнатудағы рөлін ерекше көрсетіп отыр. Енді мына жаңа парламенттік жүйе, яғни бір палаталы парламент деп жатырмыз ғой. Белсенді азаматтарға заң шығару процесіне нақты қатысуға жағдай жасалады, бәрі ашық форматта мүмкіндік бар деп жатырмыз. Бұл қаншалықты шынымен де мүмкін? Енді қараңыз, қазір жағдай қалай? Мысалға, мен осы бір ай бұрын Алматы облысында депутат ретінде сайлаушылармен кездестім. Азаматтар көптеген мәселемен келеді. Түрлі мәселелер бар. Бірсыпырасы әлеуметтік мәселеге байланысты, бірсыпырасы жергілікті атқарушы органдардың жұмысына қатысты. Кейбір азаматтар, тіпті мен сізге айтайын, қазір қоғамның белсенділігі сондай. Кейбір азаматтар, мына сіз депутатсыз, мен мына сізге заңға қандай өзгеріс енгізуді ұсыну керектігіңізді алып келдім деп те келетін азаматтар бар. Яғни ол азаматтар, мен жылына депутат ретінде аумаққа 2 рет келем, сонда маған 2 рет келіп жолығып осыны айта алады. Немесе жекеме өтініш арқылы жібере алады. Бұл қазіргі ұзақ уақыт, бұл қазіргі жағдай, бұл ұзақ уақыт. Сондай ел бойынша азаматтар сонда депутаттарға шағым түсіріп, өзінің ойын дәлелдеп, кейде өз қаражатын шығарып, біздің қоғамдық қабылдауға, парламентке келуге мәжбүр болады. Енді жаңа модельде жағдай қалай болады? Біріншіден, халықтық кеңес арқылы ол азаматтар жергілікті жерден сайланған немесе тағайындалған мемлекеттік емес ұйымның өкілін, немесе этнос өкілін, немесе мәслихаттың өкілін, немесе қоғамдық кеңестің өкілін осы халық кеңесте сол өкіл арқылы, сол жерде жүрген адам ғой араларында, сол өкіл арқылы өзінің ұсынысын халықтық кеңес арқылы бере алады. Яғни азаматтарда заң шығаруға немесе заңға белгілі бір ұсыныстарды енгізуге кеңірек мүмкіндік пайда болады. Егер де қазір мысалға, қазір жағдайда қарасақ, 98 депутат бар, 98 депутат әр облысқа шыққанда бір шамамен 3-4 депутаттан келеді. Ол азаматтар барлық тұрғындардың өтінішін қарау бір шыққанда қамтып үлгеру қиын. Ал ол жүйеде жаңағы егер халықтық кеңес пайда болатын модельде біз сол азаматтардың өзінің сол халық кеңес өкілдерімен байланысы жақсы болады. Өйткені ол азаматтар елдің ішінде жүреді. Олар халық кеңеске жылына 1 рет кездескенімен үнемі өзінің ұсыныстарын жергілікті жерде жүріп жіберетін болады, жолдайтын болады. Яғни осы модельде халықтың заңға шығаруға, заңды қабылдауға және заңға ұсыныс беруде араласуы кеңірек болады. Бұл жаңағы берері көп, жылдамдық, айналып келгенде халыққа пайдасы орасан деп жатырмыз. Және тағы бір нәрсені қосу керек. Бұл жерде бәрібір мына әлемде болып жатқан тренд, кез келген елге маңызды мәселелерді елдің халқымен ақылдасу жалпы тетігі осы секілді жағдайда кеңею керек деп есептеймін. Халықтық кеңес осы тетікті кеңейтіп жатыр. Яғни халыққа беретін жалпы ұсыныстарға, халықтың бәлкім кейбір заңдардың орындалмауына дер кезінде халықтық кеңес арқылы жеткізіп, парламентке жеткізуге мүмкіндігі кеңейін деп тұр. Бұл өзіндік бір көпір іспетті ғой халықпен құрылтай арасындағы, халықтық кеңес деген. Енді азаматтар белсенді. Қазір осы реформа күн тәртібіндегі мәселе 8 отырыс өтті, әлі де жалғасатынын біз айтып жатырмыз. Осы күнге дейін өтінішке бір ғана 4000-нан астам ұсыныс келіп түсіпті. Енді оның өзі түрлі салаларды қамтыған, бірнеше тақырыпты қозғайды. Бүгін мемлекет басшысының өзі сөзінде айтты. Осы ұсыныстарды жіті қадағалап отыру керек, халықпен ашық форматта жұмыс жалғасуы тиіс деді. Енді келіп жатқан ұсыныстардың дені көбі қай тақырыптарды қозғайды? Енді әрине
келіп жатқан ұсыныстар көп. Жалпы бұл конституциялық өзгерістер халықпен кеңінен талқыланып жатқаны бұл өте жақсы біздің еліміздегі тәжірибе деп есептеймін, біріншіден. Екіншіден, келіп жатқан ұсыныстардың көбі әлеуметтік жағдайға қатысты. Ол білім алу, медицина, біздің елдегі жалпы әлеуметтік әділеттілікке қатысты көп ұсыныс бар. Жергілікті инфрақұрылымға қатысты, жергілікті өзін-өзі басқару немесе мемлекеттік басқару тетіктеріне қатысты көп ұсыныс бар. Кеше енді алдағы уақытта, егер сіздер өткен комиссияның отырысын көрсеңіздер, алдағы уақытта біз әр азаматтың өтініштерін осы бір үлкен салыстырмалы кестеге шығарып, әр өтініш бойынша жұмыс істейтін боламыз топтарда. Яғни бұл жерде айтпағым 4000 ұсыныс түскенімен бұл жерде бір ұсыныс назарсыз қалады деген ой болмау керек. Өйткені әр ұсыныспен бөлек жұмыс топтары жұмыс істейтін болады. Ал енді бұл жерде диалог болғаннан кейін әркім өз ой пікірін ұсынысын ашық айта алатын алаң. Сіз мәселе бір көкейде жүрген қай мәселені мінберде тұрып көтердіңіз, қандай ұсыныс жасадыңыз? Болмаса ойда бар? Жалпы бізде жұмыс тобында қызу талқылаулар жүреді. Мен осы уақытқа дейін біраз мәселені көтердім. Ертеңде алдағы уақытта комиссияда жұмысшы мамандықтар өкілдерінің құқықтарына қатысты, жергілікті жерде кейбір жағдайда бір санаттағы азаматтарға біз әртүрлі жағдайды ұйымдастыратынымыз және билік тарапынан, жергілікті атқарушы билік тарапынан сол азаматтарға бірдей жағдайдың жасалмайтынын көтерем алдағы уақытта. Өйткені бұл өте маңызды. Менің қабылдауыма азаматтар көп келеді, сонда налайтын, айтатын наздары мынандай: көрші ауданда азамат сол көмекті алады, менің ауданымда мен сол көмекке зару боламын. Бұл қалай әділдік? Бұл әлеуметтік әділдік турасына бұл конституцияның азаматтарға барынша сол әділеттілікті орнатуға мүмкіндік беру керек деп есептеймін. Жақсы, енді жалпы 7-ші ақпанда күн ертең, яғни кезекті отырыс өтеді деген жоспар бар, өзіңіз комиссия мүшелігіндесіз. Жалпы бұл қанша уақытқа жалғасуы мүмкін? Әзірге бір аяқталатын түр жоқ сияқты негізі. Өйткені жоба таныстырылды, бірақ оған да келіп жатқан ұсыныстар көп, Бұл жерде бір нәрсені түсіну керек. Ұсыныс көп, ұсыныс болады да береді. Өйткені біз тірі адамбыз, өміріміз жыл сайын емес, күн сайын өзгеріп жатыр, Бірақ менің ойымша алдағы уақытта біз осы азаматтардың барлық ұсыныстарын қамтымай, бұл комиссия өзінің жұмысын аяқтамайды. Өйткені президенттің тікелей тапсырмасы бар. Біріншіден, екіншіден, азаматтар бір нәрсені түсініп алу керек. Мына комиссия тікелей эфирде 3 сағат жұмыс істеп, сонымен жұмыс аяқталды деген жағдай емес. Қазірдің өзінде комиссия жабық жұмыс топтарында әр ұсыныс бойынша өзінің сараптамалық, өзінің жалпы орынды орынсыз екенін анықтайтын үлкен жұмыстар жүріп жатыр. Бұл жерде бір онлайн жүрген сағатпен комиссияның жұмысын өлшемеу керек. Енді Максим мырза, көп рахмет. 15 минут төңірегінде әңгімелестік, біраз нәрсені айттық деп ойлаймыз. Алғыс, уақыт бөлгеніңізге комиссия жұмысына сәттілік тілегіміз келеді. Енді қадірлі көрермен, бүгінгі сұхбат осымен тәмам. Десе де арнамыздан алыстамаңыздар. Алдағы уақытта да біз конституциялық реформа бойынша талқылауларды жалғастырамыз.